Есіңде сақта, тарих дүние өркениетінің ғұмырын есептейтін, адамзат қоғамы жайлы ақпараттың жиынтығы. Бұл ғылым өз шеңберінде осы өркениет табиғатына әсер ететін жағдайларды, атап айтқанда жабайы тағылық пен мәдени өркениеттер арасындағы қоғам, бір топтың басқаларға жүргізген үстемдігі, сондай-ақ осы нәтижелерден пайда болған билік жүргізу мен мемлекеттер құрылым жайында қарастырады. Бұл ғылым адамдардың кәсіп, өмірлік ғылым, қолөнерге қарай еңбектену мен ұмтылу себептерін, сондай-ақ осы өркениет нәтижесінде жүзеге асқан барша жағдайлар жайында хабар береді. Алайда ақпарат өз табиғатына сай жалған ықтималмен бірге келеді. Олай болуының бірнеше себептері бар. Мұндай себептердің бірі белгілі бір пікірлер мен ілімдерге қарсылық көрсету. Егер адам мағлұматты қабыл етуде бейтарап болса, ол осы мағлұматты лайықты жолмен сыни тексеруге тырысады. Нәтижеде оның дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтай алады. Алайда егер адам белгілі бір пікір мен ұстанымға жақтаушы, қолдаушы немесе терістеуші тарапынан жанасса, оған қолайлы болған ақпаратты бірден қабыл етіп, қолайсыз деректі бірден терістейді. Жақтастықпен белгілі нәрсеге бейімділік таныту көзге перде болып, сыни бәсекелестік қабілетін әлсіретеді әрі ізденісті тоқтатады. Нәтижеде жалған мағлұматтарды қабылдап, оны таратуға кіріседі. Жалған ақпараттың таралу себептерінің тағы бірі хабар жеткізушілерге шамадан тыс сенім арту. Бұл жарх уа таидил ғылымы аясында қаралуы тиіс. Тағы бір себебі оқиғалардың негізгі мақсатын білмеушілік. Көбіне хабар жеткізушілер көрген немесе естіген оқиғалардың негізгі мақсаты мен мәнін түсінбей, өзі түсінген болжамдарға сүйеніп жеткізеді. Нәтижесінде жалған ақпарат пайда болады. Жалған ақпараттың таралуының тағы бір себебі хабардың ақиқат екендігіне еш күмәнсіз сену. Мұндай себептер өте көп таралған. Бұл жағдай ақпарат жеткізушінің салыстырмалы сенімділігі себепті жүзеге асады. Тағы бір себебі орын алған оқиғалардың жүзеге асу ретін білмеуі. Хабар жеткізуші оқиғаны көрген болса, дәл солай жеткізер еді. Алайда ақпаратқа жасандылық араласуы себептен шынайы болмысын ашып көрсетпей. Тағы бір себеп көпшілік адамдар жоғары мәртебелі, құрметті тұлғаларға мақтау мен жақындау үшін оларға қатысты оқиғаларды бұрмалауға көшеді. Содан соң олар негізгі ақиқат ақпаратты шынайы қалпында көре алмайды. Бұл қоспасы бар ақпарат қоғамда өте кең тарайды. Адам жаны мақтауды сүйеді. Әдетте адамдар дүниеге, байлыққа қарай ұмтылады. Ізгілі істерге ұмтылмайды. Негізгі жарысу керек болған, ұмтылу керек болған нәрселер үшін бәсекелестікке түспейді, тіпті қадам баспайды. Ақпараттың жалған болу себептерінің тағы бірі өркениет, өмір сүру дағдасын, жағдайын білмеу. Бұл себеп алдыңғы себептердің ең күштісі саналады. Ақиқатында әрбір нәрсенің, оқиғаның, құбылыстың өзіне тән табиғаты әрі оған қатысты жағдайлары болуы шарт. Егер ақпаратты қабыл етуші оқиғаны өзіне тән табиғатымен салыстыра тексеру ақиқат пен жалғанды ажыратуға ең тиімді көмек саналады. Көбінесе адамдар мүмкін емес нәрселер жайындағы хабарларды естіп оны қабыл етіп, басқаларға сол ақпаратты таратады. Ал кейінгілер сол ақпараттарға сүйеніп өз беттерінше қорытындылар шығарады. Мысалы үшін Масюди өз жазбасында Ескендір жайлы, ол шыны құтының ішіне еніп, теңіздің түбіне түсіп, жындарға ұқсас мақұлықтарды көріп, олардың суретін салған. Сосын таспағандарға олардың мүсіндерін жасатып, алып ғимараттарға орнатқан. Мақұлықтар өз суреттерін көру үшін теңізден шығып, кедергі келтірсе де қала құрылысы табысты аяқталған деп баяндайды. Бұл қандай ақылға қонымсыз хикая? Қалайша құты сандыққа мініп теңіздің толқындарына қарсы жүзу мүмкін? Сосын мұндай сенімсіз сынаққа қолбасшының өзі жібермейді.
Егер қолбасшылардың біреуі мұндай іске барса, басшының басына қауіп төнуі мемлекетті апатқа ұшыратады. Басшыдан айырылу аймақтағы биліктен айырылуға алып келеді. Адамдар өзге лидердің маңына топтасады. Көзді ашып жұмғанша ешкім бос қарап отырмайды. Келесі мәселе жындар қандайда бір бейнеде тұрақты болуы нақты емес. Тек олар әр түрлі бейнеге енуге қабілетті. Олардың көп басты деп сипатталуы нақты бейнесіне қатысты емес, қорқынышты, ұсқынсыз деген мағынаға ишарат етеді. Сондықтан бұл дәлелдер жоғарыдағы хикаялардың жалған екендігін білдіреді. Ол хикаяның болуы мүмкін емес. Егер кішкентай шыны сандықты суға батырса, табиғи тыныс алу үшін ауа жеткіліксіздігі пайда болады да, ауа жетпегендіктен тыныс алу қиындайды. Сонымен қатар, өкпе мен жүректегі ыстық алмасуды ретке келтіріп отыратын суық ауа жоқ болмауы себепті кісі сол уақытта опат болады. Сол себептен ыстық моншада, хаммам, ұзақ уақыт болғанда денеге суық ауа уақытында жетіп бармаса, немесе терең құдықтар мен терең шатқалдарға түскенде, жел жетпейтін зең басып қалған аймаққа аяқ басқанда, ауадағы көгерген зеңді ұшыра алмайтын жер болса, ондай жерге тап болған адам бірден өлім құшады. Не үшін балықтар судан шығып қалғанда өледі? Ауа балықтың өкпесіндегі теңгерімді ұстап тұруға жеткілікті емес. Су балықтың теңгерімін сақтайтын суық табиғатқа ие. Балық ыстық ауаға тап болғанда, ыстық ауа оның жүрегіне теріс әсер береді де балық бірден өліп кетеді. Кенеттен жетіп келген өлім мен сол сияқты оқиғаларға, осыған ұқсаған жағдайдың себебі осы.